Қазіргі таңда оқушылардың көркем шығарманы меңгеруге деген қызығушылығының аз болуы және белсенділігінің төмен болуы ең өзекті мәселенің бірі болып табылады. Осы тұста арт-терапия қағидалары оқушының көркем шығарманы меңгеруге деген шығармашылығын арттыруда өте тиімді. Арт-терапия қағидаларының бірі оқушы көркем шығарманы меңгере отырып белгілі бір шығармашылық жұмыс жасайды және осы шығармашылық жұмыс оқушының өздік ерекшелігін дамытуға ықпал етуі керек деген теорияны ұстанады. Арт-терапия өнер, шығармашылық арқылы адамды дамыту. Арт-терапия қағидаларының басты мақсаты адамды өзін, айналасын тануға бағыттау. Бейнелі ойлау қабілеті арқылы шығармашылықтың әр түріне бейімдеу. Арт-терапия қағидаларының көркем шығарманы оқытумен қандай байланысы бар? Көркем шығарма әдебиеттің құндылығы. Көркем шығарманы оқыту оқушының сөз қадірін түсінерлік ойлау әрекетін дамыту, рухани дүниесін байыту, шығармашылық, эстетикалық талғамын жетілдіру, адамгершілік қасиетін қалыптастыру деген екен белгілі жазушы Қажым Жұмалиев. Міне, сондықтан да көркем шығарманы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру арқылы меңгертуде арт-терапия қағидаларының маңызы зор. Арт-терапия қағидалары негізінде көркем шығарманы қалай меңгертуге болады? Бұл тұста авторлық 3D әдісін жүзеге асыруға болады. Бұл әдістің тиімділігі неде? Ғалым Сергеев оқушылардың шығармаларды терең түсінуі оқу және шығармашылықты интеграциялау арқылы жүзеге асырылады. Оқушылар шығармашылық, өзіндік идеясы арқылы өнімін ұсынады, пікірлерін қалыптастырып, тұжырым жасайды деп тегін айтпаған. Авторлық 3D әдісін ойлап табуда осы пікірге сүйендім. Яғни, оқушылардың көркем шығарманы меңгеруге деген қызығушылықтарын оятып, бірлескен түрде сыни тұрғыда ойланып, шығармашылықпен ерекше идея ойлап табуын мақсат еттім. 3D әдісі қалыптастыратын дағдылар: сыни ойлау, бірлескен жұмыс, ақпаратты анықтау, талдау, шешім қабылдау. Жалпы сипаттамасы: бұл әдіс оқушылардың идеяны дамыту, жұмысты креативті түрде дайындау, әзірлеген жұмыстың құндылығын дәлелдеуге негізделген. Жұмыс алгоритмі: оқушылар шағын топтарға бөлінеді. Әрбір топқа белгілі бір тапсырма ұсынылады. Мысалы, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын образдар арқылы анықтаңыз. Сонымен бірге сұрағы бар кесте беріледі. Бірінші, дамыт. Қадамы: сұрақтардың үлгісі: кім, не, қандай тірек сөздер не кілт сөздер бар, қандай идеяны туындатуға болады, ол немен байланысты, бұл нені білдіреді, идеяның қандай маңызы бар. Дайында. Екінші қадам: қалайша бұл идеяны бір тұтас дүние етуге болады, бұл идеяны қағаз бетіне қалай түсіремін, әлде басқаша қалай ұсынуға болады, қалай іске асырамын, мұны қалай сипаттаймын. Дәлелде. Үшінші қадам: қалай дәлелдеймін, ұсынылатын ақпараттар, материалдар қаншалықты тиімді, бұл дәлелдер негізінде қандай қорытынды жасауға болады. Оқушылар осы кестеге жауап беру арқылы өз идеясын туындатады, әзірлеген жұмысты өнімді таныстырады. Эмоционалды қабілеттері басым белсенділер тобына Ләйла образы ұсынылды. Осы тұста көркем мәтіндегі тақырыпты, идеяны, мәселені саралау, өңдеу, бағалау, ойды тұжырымдау дағдыларының дамығанын аңғартты. Осы көрініс арқылы оқушылардың көркем шығарманы белсенді түрде меңгергені көрінді. Олардың әзірлеген көрінісі оқушылардың эмоционалдық қабілеті басым екенін байқатты. Ең бастысы, Ләйла образы арқылы шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтай алды. Интуитивті қабілеттері жақсы дамыған ойшылдар тобына Қатира бейнесі берілді. Көркем мәтінде қозғалған мәңгілік тақырыптар оқушылардың ар-ұят, әдеп, адамгершілік жөнінде түсінігін кеңейтіп,
асыл қасиеттерді бойына жинаған толыққанды жеке тұлға екендерін дәлелдеді. Қатира бейнесін оның жас кезімен байланыстырып, оригами арқылы түсіндірді. Осы арқылы шығарманың тақырыбы мен идеясын да түсіндіре алды. Рационалды түрде ойланатын теоретиктер тобына қатира бейнесі ұсынылды. Оқушылар көркем мәтіндегі ақпараттарды, теориялық ұғымдарды зерделеп, сыни, шығармашыл тұрғыдан талдай алды. Өздерінің зерттеуге бейім екенін көрсетті. Қатира бейнесін оның әрекетімен байланыстырып, шығармада көтерілген мәселені көрсете білді. Тәжірибе жасауға дайын әрекетшілдер тобына Ләйла образы берілді. Көркем мәтінді меңгеруде өздерінің ауызша және жазбаша тілін, сөз байлығын, оқырмандық мәдениетін, шығармашылық қиялын дамыта алды. Бұл өзіндік ерекшелігіне сай әзірленген сұхбаттан байқалды. Олар Ләйла образын сұхбат барысында талқылау арқылы шығарманың тақырыбы мен идеясын жеткізе алды. Оқушылар шығарманы оқи отырып, оның тақырыбы табиғатқа жасалған қастандық, ядролық полигон зардабы, адамзатқа деген қатыгездік екенін және идеясы табиғатқа, адамзатқа қамқорлық жасауға шақыру екенін образдар арқылы анықтай алды. Оқушының жасаған шығармашылық жұмысы оның жеке өзіндік ерекшеліктерін танытуға, дамытуға ықпал етеді қағидасы өз тиімділігін аңғартты. Оқушылар өз танымдық ерекшеліктеріне сай сапалы жұмыс жасай алды. Ал 3D әдісі оқушылардың идеяны дамытып, жұмысты креативті түрде дайындауға, әзірлеген жұмысты қызықты етіп жеткізуге көмектесті. Ең бастысы, оқушылар көркем шығарманы үлкен қызығушылықпен меңгере алды.